Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне мынау домбыра кабинеті. Домбыраға арналған мағлұматтар домбыра жайлы. Міне домбыраны үйренгілеріңіз келсе, мына оңай әдіс арқылы үйрене аласыздар. Міне сандар арқылы тек қана сандарды санап тауып үйреніп кете аласыздар. Міне мына жерде сандар берілген: 0 мен 0, 0 мен 2, 0 мен 3. Осы сандарды домбырада санап тауып үйрене аласыздар. Міне домбыраны мына пернесінен санап табасыздар. Мысалы, бірінші перне, екінші перне деген сияқты. Мынау бірінші перне болады. Мынау екінші перне мысалы. Міне осылай тез-тез үйреніп кете аласыздар. Қазір тағы мына жерден көрсетсем, қараңыздар міне. Қазақ осы әні домбырада қалай тарту керек? Қараңыздар. 5 пен 0 деген сан тұр бізде. Мына 5 санын домбыраның, мысалы, мынау былай ұстаған кезде мынау үсті болады, мынау асты. Аспан мен жер деген сияқты. Мынау аспан, мынау жер. Мысалы, мынау бірінші перне, 2, 3, 4, 5. Бесінші перне мына жерде үстінде тұр. Яғни оны мына үстінен басам, жаңа аспан деген. Үстінен басам. Астында 0 тұр ғой міне. 0 басылмайды. 0 яғни ашық. 5-ті басамда тау сияқты белгі төменге деген белгі, яғни төмен қағыс жасайым. 5-ші пернені басып тұрып. Міне әрі қарай 5 пен 7. Үстінен 5, астынан 7-ші пернені басамыз. Басқанда бұлай басамыз, қараңыздар. Көрсетші міне. 5-ші перне үстінде, 7-ші перне астында. Астынан 7-ші пернені бұлай басамыз міне. Көрдіңіздер ма? Сосын қағыс міне жоғарыға. Ағылшынша V жоғарыға тартамыз деген белгі. Дәл осылай міне домбырадан санап табамыз пернесінен. Міне үйренуге өте ыңғайлы әдіс. 5 пен 0, 5 пен 7, 5 пен 7. Көрдіңіздер ма? Үйренуге өте ыңғайлы. Үстінен және астынан сонда сандарды санап табамыз. Астында сөзі де дайын тұр. Міне сонда мынау бір қағыс болады, мынау бір қағыс болады. Әрқайсысы бір қағыстан ғой. 5 пен 7 тағы да төменге, жоғарыға, міне төменге, жоғарыға, төменге, жоғарыға. Жайлауында деген сөз шығады міне. Жайлауында. Әрі қарай жүрген жігіт бағып қой. Көрдіңіздер ма міне? Қазақ осы әні міне осылай үйреніп кете аласыздар тез-тез. Үйренуге өте ыңғайлы, ешқандай қиын емес. Көрдіңіздер ма? Міне осындай схеманы алып үйреніп алыңыздар. Әрі қарайда 5 пен 7, 5 пен 7, міне. Мына осы сандарды басасыздар. 5 пен 8, әртүрлі сандар міне. 5 пен 0, 5 пен 5, 5 пен 5, 5 пен 5 деген сияқты. Міне. Осындай схеманы алу үшін комментарийге жазыңыздар. Міне осылай үйреніп кете аласыздар домбыраны.